Холодильник жабайын, үй нормаль болып қалды, осы жерде тұрайын енді. Так, ханым, ау, продукт мен әкелдім бе? Я, әкелдім. Қан көрейінші мен. Аха, жақсы, молодец. Енді бар бөлмеге барып киімді ауыстырып кел. Сосын шай дайында, бәріміз отырамыз. Аха. Мына жер өте әдемі болып қалды. Мына жерде де күшті қылып істеп қойдық, иә. Кетіп қалыпты. Ертіп қояйын. Так, кірейін. Тоқташ. Ура! Мен бөлем осындай ма не? Тоқташы. Так, қалай бай болды бұл жер, а? Сонда да қуаныштымын. Бірақ қалай? Соған да білу керек. Бәлкім ханым Арай ханым айтып, осыны жасатқан шығар. Жоқ, ол мүмкін емес. Осы ешкім мен үшін байын жасатпаған шығар айтып. Оны жететкіш. Бөлмен сәл естіп қояйық. Жақсы. Тоқта. Ал менің киімдерім қайда? Киімдерім қайда сонда менің? Енді точно барып халға барып сұрамасам болмас. Ханым. Ау, не болды? Тыныштық па деп сонда жүгіріп келесің. Мен сізден бірдеңе сұрайын деп едім. Я, сұрай ғой. Бағана сіз Арай ханымды алып келдіңіз ғой, осы үйдегі ремонт жасауға, басқа нәрсе істеуге алып келдіңіз ғой. Содан мені продуктыға жұмсапсыз. Я, барып бөлмеме қарасам, бөлмем түгегейлі басқашаға өткеріп кетіпті, басқа болып өткеріп кетіпті. Тура басқаша бір қалай айтсам екен, бір байдың қыздарының үйі бөлмесі құсап өзгеріп кетіпті. Бірақ қалай екенін түсінбей отқаным. Олма, мен Арайға айттым, чтобы осы сенің бөлмеңді өзгертсін деп. Шын ба? Рахмет сіздерге. Тағы не болды? Енді менің бір сұрайтыным. Не сұрайсың? Менің киімдерім қайда өзі, негізі? Ой. Аннала айтпағаным үшін сенен кешірім сұраймын. Біз сенің киімдерің барлығын қайтып екен. Қоқысқа тастадық. Телефонның басқасы барлығы біз мусорға тастадық. Қоқысқа. Неге үйттіңіз, ханым? Так, сабыр. Мен жаман оймен жасаған жоқпын. Ол киімдердің барлығы сенің ескіріп кеткен, біздің үйге киюге жарамайды. Барлығы тастап жерді мен саған ақшалай беремін, айчыға. Соған сен бар өзіңнің қалаған заттарын аласың, чтобы өзіңе керекті. Бірақ бөлмеңде сенің арналған кітаптар, блокноттар барлығы бар деп ойлаймын. Ручка дәптерге дейін өзіңе киім и жаңа телефон алу керексің. Бірақ өйтіп жасай алмаймын, ханым, кешіресіз. Оны өзің біл. Енді ылғи мына киіммен жүру саған ыңғайсыз деп ойлаймын. Сондықтан қазір мен айтқанымды істеп, мен саған ақша берем, сен барып қайта базарға барып өзіңе киімдер алып кел. Сізге көп рахмет, ханым. Саған да. Осы жетіп қалар. Мінекей. Ой, ханым, бұл тым көп емес пе? Мен үшін тым көп.
бұл ешқандай да көп емес. Мен сені қандай киімдер алатынын біліп тұрмын. Беске ондай арзан киім алма. Кәдімгідей біздікіндей қымбат киім аласың деп осы ақшаның барлығын алып келдім саған. Сізге көп рахмет. Саған да сен барып қазір тез барып кел. Әйтпесе біздің де сенің де қарның ашып кетеді. Ой, кешірім сұраймын. Рахмет сізге көп. Жақсы, сау бол. Ура, енді барып тез киім алып келейін өзіме. Көбісі почта жатты мақтап жатады. Поштаны көрейін барып. Сәлеметсіз бе? Аха, саламатсыз ба? Сізге не керек? Мен ана жақтағы киімдер көрейін деп едім. Киімдер бізде санаулы қалған. Барып көре беріңіз. Жақсы. Не мынау? Вау, осы жерге мен бірінші рет келіп тұрмын. Өте жақсы киімдер шығады деп ойлаймын. Ал кеттік. Көрейік, мына басамыз иә, астығара ауыстыру үшін. Мынарына қоя тұрайын. Енді бала киім емес пе? Ой, астығара иә. Вау, мынау осындай әдіс екен. Маған ұнап жатыр. Осыны алайын. Так. Бәріне бір қорапқа салып керек қой, қорапқа салайын да. Так, здесь сумочка бар екен, осыны алайын. Так, тоқта. Очки дейді, очки ма жасам өзі. Бұл тым малярский болып кетеді. Мынау да сондай. Так, бұл бізде примерно коляска. Да, коляска екен. Ваулар не? Бізде. Ой, қойшы болды, керек қоймай қалды. Вау. Қандай әдемі көйлек. Ой, осыны алам болды. Осыма қатты ұнап қалды. Примерно мынау неге ұқсайтынын мен біліп тұрмын. Өзіне ұқсайды ау деймін. Бірақ маған қатты ұнап жатыр, осыны аламын. Мынау табыр қуршақ еді ғой. Мынау не мынау? Охо. Керек емес бірақ. Мынау не екен? Киімдер ғой бұл. Мынау не? Так, мынаны да алайын, кошелек. Үйге де алайын осындай гүлдерді. Бұл телефон менің телефоныма қатты ұқсайды екен, бірақ мен бұл телефонды алып келмейді уже. Мына сумка өте үлкен сумка екен, иә. Осыны да алайын, заттан бір жерге салып қойған керек. Мына қандай заттар? Бұл балалар барға. Мынау не мынау? Ашылмайды ғой мынау вообще. Бұл бізде типа мана уход жасайтын сондай бір нелер ғой бұл. Так, бұл не? Такс. Түсінді, бояйды ғой. Маған керек осынайлар. Такс. Ол не? Ой. Тура маған мен киімдермен ұқсайды. Оны фотоаппарат. Кімла вообще қойш керек емес. Мынау немене бәлел, ау немене жүр мына жақта. Құрсын. Болды.
такс нетто не бар екен бізде. Мынау примерно поварлардікі. Точно. Мына баға. О, мынау не? Свеча ма? Ой. Тұршайды. Осы маған ұнап жатыр, осыны аламын. Мына ішіне салсам болады ғой, негізі осыны алып. Ал не? Бұл керек емес, бірақ сатсы керек. Вау, мына киімді киіп көрейікші. Сәл ұнамай жатқанды. Так, мынау неде? Мынандай. Мынандай. Мужской сияқты ше мынау. Ұнамайды. Вау, мынау мысық маған қатты ұнап қалды. Өте сүйкімді өзі. Дауысы әдемі. Осы мысықты да аламын. Бұның кішкене ашып жүру керек. Мына жақтар кішкене ашық шығар ғой, не? Иә, мына жақтар кішкене ашық екен. Алып тұрады. Күшті болды ғой. Иә, күшті болды. Так, мынау бізде примерно чемодан, маған керек емес. Мынау жүкті әйелдерге. Тағы мынандай қуыршақ па? Кейін қолға келгенде ұйықта қалады, мына мені қоздырма. Тоже бір сумочка екен, бірақ бұлар да керек емес бізге. Мынау бізде қол шатыр, мынау бізде той көйлегі. Мына киіп кетсем артынан. Бұл той көйлегке ұқсамайды. Ұқсай ма? Мына бірақ керек емес, бұл қазір ешкім тұрмысқа шыға беріп жатқан жоқ бізде. Так, бұл типа пляжға арналған. Вау, мына өте күшті. Ой, біреуі өзіне, біреуі типа парасына ғой. Да, таптым я. Сондай сияқты. Мынау да басқаша бір түрлі. Вообще ғой. Такс. О, Hello Kitty, осындай. Ой, осылар нелер де бар екен ғой. Бірақ бір түрлі, бір көз бір кішкентай, бір көттен сезінесің сол кезде. Ой. Мынау не мынау? Бұл типа сумка ма? Мынау алмай жатыр. Нормально, бірақ онша ұнап жатқан жоқ маған. Мынау не? Мен оны соған жоқпын. Мынау не бұл? Тут немене еркендің нестерін қойып қояды жақтарға. Такс, мына жаққа қарайық. Әзірше ешқайсысы ұнап жатқан жоқ. Нормальсы жоқ па? Так, киімдердің отанына келік десек болады екен. И очкидің да. Очки отан емес еді. Бір түрлі ғой екеуі де. Типа пляжға барғанда керек маған саяхатқа болмас басқа нәрсеге. Такс. Бұл жақта маған еш нәрсе керек емес по идее.
Ертаң киімдер барлығы бір басқаша ғой, бір түрлі. Ой. Өзім пижама алсам екен. Я осыны аламын, осы маған қатты ұнап жатыр. Мысалым жағына салып қояйын. Так, бізде басқа ештеңе жоқ па? Я примерно біткен сияқты, мынау не екеуі. Хо, шырша. Бірақ шыршаның да уақыты бітті уже. Болды, барлығы нормально деген сияқты. Ойлаймын енді. Балаларды ляға салсақ болады, я негізі. Они снимай уже. Кәні. Бұл уже өз жекетер асалсам болады, я? Уже құран керек емес. Вот так история жасам болады екен ғой. Мынау да керек бірақ маған. Вот так идея сіздерде лайфқа. Ой, керек емес болды. Ой. Мен очки бұған. Болды. Мен емен заттарын алып болдым. Қан көрейінші, мінекей. Осақ па? Жоқ, ішінде бар. Осы ма? Ішінде бар. О-о, нормально. Жақсы. Ой. Қақпан жауып алшы. Сықуас па? Барлығы 20 000. 20 000? Мінекей сізге. Сау болыңыз, ағай. Даже ағай деуге келмейді ғой. Братишка. Такс. Үйге келдім, бірден халыға айтып келген. Халым, келдің ба? Я, міне, мынау сіз қалған ақша өзіңе алыңыз. Жоқ, бұл өзіңе алсың. Кейін өзіңе керекті кезде өз ақшаны қолдана бересің. Рахмет сізге. Тезірек келіп табақтайын да. Жарайды. Мә, баны хама қат айтып жүрген жоқпын ба? Жарайды деп ба. Қат айтып жүрмін ба дей. Қойш, қазір заттарымызды жағастырайық. Киімдерін ар жақ қояйын, я? Так, өте күшті киім болды негізі. Бұл вообще киім. Барлығын киіп көріп жатырмын енді. Неғып тұрып киіп көрейінші, айна қарап. Так, мына киімді нормально. Жақсы киім өте. Так, мына киімде дәл соған ұқсайды, бірақ сәлден одан сәл басқашалау. Қазір осы киімді киіп жүрем. Мынаны салып қоям. Оның ашатын кез келді. Такс. Бізде осындай су. Бетке уход жасайтындар. Оны дейсі. Бізде сумка салып қояқ. Әдем болып тұрады. Мына жақта. Соған өзіме кошелек. Бұны да салып қояйын. Кошелек. Бұл мына жақ қоямыз. Мына жерге қоям. Ал гүлді. Мына ойыншықты жағына қояйын. Күшті. Бірақ мен бөлген қатты гүлге толып кеткенге ұқсайды. Мынаны жерге қоям. Сабанлаған кезде әдем болып тұрады. Мысығым, саған өзіңе жақсы үй алу керек еді негізі. Ең әдемісі. Зайны көлігі. Қазір осымен шықсам қазір ханым талып қалмасын, я. Талып қалған адам. Мына пижаманы ұйықтайын кезде кермін. Мынаған біреуге хат беруге жүр, соған беріп берермін. Қыстырмайды, я. Оны мына жерге қоя салайын онда. Ал сумкамның қақпағын жауып, оны да бұрышқа қояйын. Мына да алып, мына бұрышқа.
қояйын. Так, осыған отыра бер, жайынма, мен қазір саған сүт әкелем. Такс. Холодильник бар, біз не жасаймыз? Маған осы керек. Сосын осы тарақлар керек. Я бір керемет бір не жасау керек еді, тамақ дейтін неше. Так, оған бірінші бізге осына кесе керек. Кесені жанына қоямыз. Бұдан сәл дәуле керек дейіз. Так, мына тарелка дәл сондай ма? Сәл одан дәулек па? Ол кішкентай ғой. Басқа жақтары, мына жақтары бар еді ғой тарелкалар, я? Әйтеуір жақтары бар еді, я? Мына шкаптың мына жақтары тұр екен ғой, қарасам болады екен. Туй бірше. Онысы клубника бар екен. Так, тоқта. Екі клубника алайын. Так, бізге бұл канал керек негізше. Так. Әне жақ қоя тұрайын. Тұрадық. Енді мынаны тұрау керек. Бұны да тұрап қойдым. Осылай екі жаққа қойып. Үйге әдемі бір тамақ жасау үшін бір заттар керек әдемі. Барлығы нормально, бірақ менің талғамымнан шықпай жатыр. Хауа ескеріп кету керек. Ханым, тағы не болды? Мен барып тағы да бір магазиндерге барып, өзіме керекті продукты алсам бола ма? Қазір өзім тамаққа керек заттар. Жақсы, аша керек емес пе? Жоқ, бағана қалған 30 мың алсам. Жақсы. Тез барып келмесем болмайды. Өлі! Мынау бағана бері қосылып тұр ма? Жеткен су ет мына жақ. Осы қалдырып кетуге бола меген. Өзім сондай бір аңғалмын ғой ше. Оны бұл жетеді. Әдемі продукт алуға. Мына күйді кеп барайын. Мен телефон алаптым ой. Өзіме. Так. Мынаны салып қояйын. Барып келейін. Осы жер жақсы дейді ғой. Осы жер келейін. Такс. Маған пакет бере салсын. Осы. Бұл каналдар керек. Сосын осылар керек. Ем салынбайды. Осы не қачып. Хорошо. Бізге тағы сосиски артық етпейді. Сусындардан мына клубника мен шоколадты алайын. Сосын осы жұмыртқа бар үйде, я бар. Так, сыналардан маған апельсиндер керек. Сосын уже толып қалды ма? Не деген? Жарайды, заттар көп алып қойдым ба? Надан басқа не жоқ па? Салмағатынан басқа не жоқ па? Мүлде тұр ғой біреуі. Рахмет. Осыған салмасам. Так. Осы нелер керек. Ой. Барлық көбе қойылып жатыр. Осы екеу керек. Сосын
осыдан да керек. 2, 4 керек. Барлығына салайын. Бірдеңе жасау керек. Сосын соустар бізге онша керек емес ау. Я керек емес онша. Жатырын не бар? Үлкен желетікіш қой. Так. Мына сука масала салайын. Қазір кетерек барып алып көрсетем ғой. Маған осы арал керек. Так, бұдан басқасы жоқ бекен. Басқа нәрсе табу керек. Той. Сәлем достар, спасибо. Так, бұяқтан өкше ойыншықтар. Екен. Анадайыз шәйнек бар екен, бірақ шәйнек керек емес. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мына ақшадан керегі алыңыз да, керек қайтпаған беріңіз. Аха, жақсы. Аха. Болды, сізде 10 мың теңге 5 мың теңгесі қалды. Ужас, соны осы барлығы 5 мың теңге ма? Неткен қымбат магазиндеріңіз вообще? Неткен қымбат магазин вообще. Так. Өте жақсы үйге келгенім. Мына жерге қоя тұрайын қазірше. Нар шығарайын да жайғастырайын. Нандарды мына жаққа қойын. Мына жақ қояйын. Холодильникке салайын ба? Мына жақ қоя салайын, Жақсы. Осы жақ қоя салайын нандарды. Так, нандарды осы жақ қоя салайын. Сусындарды мына жақ қояйын. Так. Ендігі заттар бізде сосискалар. Ендігісі осындай бір эстетика үшін арналған керемет бір заттар. Ал осыған бұл бізде менің эстетикама керекті заттар. Енді өзім әдемілеп жасауым керек дегендей, оны әдемілеп жасау үшін әдемілеп заттар керек дегендей. Мен заттарды алып салайын. Негізі нандарды негізі холодильникке салат. Бірақ қой бер. Мына жерге тастайын. Енді бізде... мына көк қалып кетіпті ғой. Мен барып ертірақ кейін ауыстырып келейін. Так, тез барып келмесем. Так, асықпай. Нормально істейік. Біздің клубникамен нанды қоса аламын екенбіз. Вау, әдемі шықты. Так, осыдан екеуден жасайын, екеуден жететін шығар. Жаңа лаумен бір. Так, бұны қайып қоймай, тағы бірге жасау керек еді. Желе бар еді. Так, бұл жарамайды бір түрлі қоймалар. Так, бұлар тұра берсін. Осы тұра берсін. Маған сосискамен осы керек. Мынау керек. Так, осы екеуін қосамыз. Еп кетті. Нормально шыққанма десем. Одан да сосискамен, сосискамен біздің нанымызды қосақ. Мінекей. Краны не болып кетті өзі.
Артынан алып қояйық байлан. Ой, болды нормально. Осылай қояйық біреуін. Екеуінің ортасына осылай қоямыз. Ой. Так, маған осындай клубникасы керек. Клубникасы, ой. Клубникасы. Төбесін бәрін қысып қойсақ. Розовыймен. Ту деп қыстырмай ма не болған? Ой, жарайды. Мінекей ханым. Ой. Ештеңе. Ту бір нормально апарайын десем осы ғой. Мінекей мына тамақ. Жақсы. Қойсыш тақсыралы. Қазір. Мінекей тамағымыз. Аха. Охо. Бүгінгі тамақ өте дәмді болып тұрған сияқты. Жақсы, бара бер. Аха, жақсы. Жақсы, қазір мырзаға дайындаймыз. Так, осы қыз өте күшті, дайындайыншы. Қазір суретке түсіріп болатқа жібермесем. Так, аха. Жарайды. Так, күшті, қойымда тамақтар, я? Бұны жеп көрмептім. Бұны қара. Вау. Жарайды. Так, енді маған ыдысқа шоколадный қою керек. Сосын маған өрік керек. Өрік қашап далма. Оған мен осыны қоссам. Вот, осылай болады. Так, маған енді мырзаға кереметтер жасап беру керек. Осымен мен осы нені қоссам. Вот так. Күшті тамақ шығайын жатыр. Осы мені қойып қояйын мына жаққа. Осы тұрайын. Ой. Той, шашап кеттім ғой. Ой, ес ашпай ма адам мен? Ханым ашты. Жанел. Ой, мен шақырып жатыр, да? Сәлеметсіз бе? Саламатсың ба? Маған тез тамақ дайындашы, қарным ашып тұр. О, Ақбота, қалайсың? Жақсы, өзің не болды саған? Ой, ештеңке, сол жұмыстан шығып кеттім. Не дейді науқасқа? Ой, жұмыстан шығып кеттім деген мынандай болды, да? Қазір айтып берем. Той, неменеге ол ашулы? Мінекей. Не бұл тамақ па? Бұл тамақ па? Тамақ деген болса бола, мен саған тамақ істедім ғой, қармаш деді ғой. Мен саған нормаль тамақ әкелдім ғой. Не мынау? Алып кетті бұлықтарыңды. Керемес болады маған. Тамақ керек. Тоям дейсің мамай сол дегенге фруктыларыңа.
Нормально адам жеуге болады, тамақтан алып кет, мынау не білейін, Алена, тоям адам осыған? А? Мен деген сөз түсінбеймін. Көмкелік осыған дейін. Нормально тамақ жасаған кел бар. Мен жай деген сөз түсінбеймін. Мен саған әкел деп айтма, босашы. Керек пе? Өздері жасап жатсын. Жасап алсын, маған осыған керек пе? Шыдаймын оларға. Рахметімді айттым, осы үйге нормально болып жүрсем, олар маған ұрысқан түрін қара. Болады, сен қуасың ба? Не болды сонша маған ұрысып сенде? Нормально тамақ істеп әкелген той жеуге болады ғой. Мен аш болсам тойды маған берген несінде. Сен бір дәмді татпай тұрып ақтар жеген қалай обал болды ғой босқа. Қайтейін. Егер жақсы қызметші болса, маған бұдан да жақсы әкеп беру керек еді. Болады, сен түсінбейсің ба? Болса көңілі қалдырана қызы газеттен жұмысқа шығып кетіресің. Шыға берсін. Маған бірдеңе дейсің ба? Болады, сен неге өзіп кеттің сонша? Керек пе өзі жасамасын. Маған жақсылап тамақ келу керек. Келме осы үйдің қожайынымын. Кім айтты саған осы үйдің қожайыны деп сені? Онда мен де сол қызбен бірге осы үйден кетемін, онда өзің жағылсып қаласың осы жерде. Кете бер. Сен сонда кетпе, ондай бұндай, ондай айтпайсың ба маған сонда? Сен бұны күтпедім. Ойламаған жерде қанша жүріп келіп отқан жанның осындай боларын. Жарайды. Өзің біл, бұл үйде менсіз, олсыз, ана қызсыз не істейді екенсің. Әлде басқа қызың бар ма еді? Бар дей ма, жоқ дей ма? Я дей ма, жоқ дей ма? Екеуін де айтпа, вообще айтпа, ұқтың ба? Онда кете бер. Мен ағысы Жанел. Ханым, кешіріңіз, кетіңізші бұл жерден. Ағысы әбден есепті ғой. Жанел. Болады, бүгін онша болмай жатыр түрі. Ой, бүгін настроениясы нәске түсіп кеткен ба, әлде өзі қатал, шулы ма, жұмысында бірдеңе болды ма, мен еш нәрсе білмеймін. Енді маған қандай немен келіп тұрсыз? Мен қанша мәрте солай барымды салып осы үйге қызмет етіп жүрмін сіздерге. Сіздер де маған жаманды жасқан жастар, көбіне маған жасыл жасап айтыстар. Білем, оны бағалаймын. Бірақ жарайды, егер сен осы үйде тұруды қаламасаң, болмаса менің енді күйеуім жарым болады мен тұрған қаламасаң, онда мен қазір мінезінен өзімде шошып кеттім. Екеуміз сөзге келіп қалдық. Сол себепті ертең қазір кетіп тұрса, екеуміз бірге басқа үйге көшейік. Шын айтасыз ба? Мен қарсы емеспін негізі. Мен де қарсы емеспін, енді болады өзі сөйтіп шешімді. Осы үйдің қожайынымын деп кетсеңдер кетіңдер депті. Қазір маған сөйтіп айтып отыр өзі. Жарайды, оны мен барып заттарымды жинай берейін. Я, мен де жүріп кеттік. Сен де кірмей жатсың. Енді сіздер білерсіз, я енді үшінші мәрте кірейін деп жатырмын ғой. Біле ұялып кеттім. Ой, ұялатын еш жоқ, кіре бер. Ой. Ханым, сізге не болды? Ештеңе жай. Өзім ойыма бірге түсіп кетті. Жарайды, жаса.
Короче, біз алып кетеміз. Алып кетеміз. Қазір мен маған үлкен қораптар керек. Жарай ма? Жақсы. Қораптар жетеді, иә. Так, маған мейкап керек. Өзіме жеке. Және бізде осындай заттар бар, мінекей. Осы заттарды аламыз. Енді сен университетке де бармаған жоқсың. Ой, саған енді осы керек, енді болмаса балаларға бересің. Менде ондай бала жоқ. Ой, жарайды. Жақсы. Жинала берейік. Сен заттарын осыған сала бер. Жақсы, мен оның ішіне мына заттарды... мына стукан саған беремін. Рахмет. Так, сынағаны жинау керек. Ақша барын салайық. Мына косметиканың ұжымаған керек емес. Мынау керек емес ұжымаған. Мынаны мына жақ қойып кетейік. Бірақ барлығын ашылған айтып жатқан білемін өзімде. Бірақ ішіне кетіп қалды. Мынау да маған вообще керек емес. Мынау не істейді. Ноутбукта саған. Рахмет. Блокнот пен ручкамды алайын. Астында тағы не бар? Ештеңе жоқ. Гүлді алмай қояйық. Өйткені это базалар өте көп. Тағы да заттар бар. Қазірше бұл заттарды, осы тұра берсін, стукамда. Жарайды. Мен қазір заттарды алып келу керек. Тағы да басқа заттар бар осы жерде. Так, негізі сеса осыны салу керек. Иә. Осыларды, осыны, кремді, фенді балай салсақ наған. Маска симайды, салсақ масканы да. Екеумізге. Ой. Осылар.